Сәлеметсің бе? Бүгін біз тәжірибе жасайтын боламыз. Тәжірибемізді жасамас бұрын біз алдымен танысып өтейік. Менің есімім Бақтығалиева Мөлдір Ерқуатқызы. Ал сенің есімің кім? Илхам. Жарайсың. Біз бүгін тұздың қасиеті туралы білетін боламыз. Бізге керекті заттарды атайықшы. Қане бізге не керек бірінші? Тұз. Даусымызды шығарып айтайық. Сосын су және жұмыртқа керек болады. Біз енді алдымен тұздың қасиетін зерттеп көрейік. Алдымен тұздан не алып жекіміз. Қане қасығында аламын. Жекіміз тұзды алайық. Сосын салайық мұнда. Қане сал. Енді тұзды басып қарашы. Тұз қатты ма жұмсақ па? Қатты. Көзін тұздың түсі неге ұқсайды? Ақ түске ұқсайды. Біз тұздың түсі аққа ұқсайды. Және де бізде 4 жыл мезгілі бар. Сол 4 жыл мезгілдің бір мезгілінде бізде не жауады? Қыс мезгілінде не жауады? Қар жауады да. Қар жауады. Қардың түсі қандай ол? Ақ түс болады. Сол ақ түске ұқсайды біздің тұзымыздың түсі де. Қане екінші тәжірибемізді біз бастаймыз. Алдымызға бізге 2 су берілген. Біреуі қызыл түсті, біреуі көк түсті. Қызыл түстін ұстап көрші, қане. Бір қолмен ұстап көрші. Қандай су бұл? Ысты. Немесе салқында қандай су? Ысты су. Ал келесі қолмен ұстап көрші, екі қолмен ұстап қара. Салқын су. Енді алдымен біз мына тұрған 2 суға біз нені саламыз? Тұз. Тұз саламыз да, қане. Бірінші ыссы суға салып көр. Жарайсың. Келесі тағы да аламыз. Енді қандай суға саламыз? Салқын суға. Қане екеуміз енді араластырайық. Сен салқын суды араластыр. Қане екеуміз араластырайық. Жарайсың. Енді кішкене күте тұрайық та, қасығында алаға. Енді кішкене күте тұрайық. 2 суды қазір салыстырамыз. Мына суда біздің тұзымыз не істеді? Еріп кетті, дұрыс. Келесіде бізде салқын суда тұзымыз еріді ме? Жоқ, еріген жоқ. Енді бізде тағы да тәжірибеміз бар. Қане, соны жасайық. Біздің алдымызға 2 су берілген. Салқын. Қане ұстап қарашы. Екеуі де салқын су. Енді мұны алдымызда тұрған тұзды салайық. Қане, қасығында алаға. Қасығында алаға. Дұрыс. Салаға. Келесі біздің тәжірибемізді жасап көрейік. Қане тұз саламыз. Қане араластыр. Дұрыс. Қане қасығында ала қойын. Енді бізге не қажет болады? Жұмыртқа қажет болады. Қане, мұны тұзды салған суға салып көрейік. Және тұз салмаған суға салып көрейік. Қане салам. Келесі. Бізде қарашы мұны. Бізде тұз салған суда жұмыртқа не істеді? Батып кетті да, көтерілген жоқ суға жоқ. Ал тұз салмаған суда жұмыртқамыз не істеді? Жоғары көтеріліп тұр да, батпай тұр. Біз бүгін қандай тәжірибе жасадық? Тұздың қасиеті туралы жасадық та. Саған тәжірибе ұнады ма? Алдағы уақытта тағы да тәжірибе жасайтын боламыз. Жарайсың, Илхам.